Міндетті түрде егов KZ болмаса НОБД толтыру, баспана KZ-қа кіріп жатқанда или еңбек.kz сайтына кірген кезде міндетті түрде сіздің компьютеріңізден поддерживающий программа сұрайды. Бұрын оны біз Java деп атайтынбыз. Міндетті түрде сол программа болу керек. Қазіргі кезде NCLR деп сұрайды. Біз NCLR-ді өз бетімізше компьютерімізге орната аламыз. Даже оның мобильный версиясы да бар. Ол үшін біз не істейміз? Компьютерімізге орнату үшін қараңыз, жоғарыдағы сайт, міне сіз көріп тұрған pky.gov.kz интернет браузерге осы сайтты жазасыз. Жазған кезде сізде дәл осындай бет ашылады. Бұл жерде сіз өзіңіз жеке кабинетіңізге кіріп, ECP-ның кілтін, паролін ауыстырсаңыз болады, ECP-ның тоқтатсаңыз болады, әртүрлі жұмыстар жасай аласыз электронды цифрлы қолтаңбаға қатысты. Және бұл дәл осы сайттан NCLR программасын скачать етесіз. Қараңыз, бет ашылды дәл осындай. NCLR деген сөздің үстін басасыз. Міне сізде қай версияға орнатасыз? Сізге Windows-ға керек па? Астын қараңыз, даже социальный поддержкасы менен бар. Одан кейін қай версияны таңдайсыз? Сізге керек версияны, мысалы Windows 32 бар па? Міне компьютеріңіздің төменгі жағына NCLR уже загрузка жүріп жатыр. Түседі сізге NCLR осы жерге. Бұл NCLR программасын уақытыменен обновить отыру керек, обновить етіп. Егер сіз уақытымен обновить етпесеңіз, оның сроғы өтіп кетті деп шығып тұрады. Сіз осы сайтқа кіріп, қайтадан бұрынғы старыйын удалить етіп, жаңасын скачать етіп алсаңыз болады. Қараңыз, міне показать папки. Открыть батырмасын бассаңыз, ол сізде установить деп шығу керек. Ары қарай сіз міне қараңыз, далее деп басып отырасыз. Келесі деген сөз өзі установка жүреді. Установка жүргеннен кейін сіз компьютеріңіздің астыңғы жағынан NCLR-дің міне знагын, міне NCLR-дің знагы тұрса астыңғы жағында, панельде сізге уже орнатылды деген сөз. Одан кейін сіз еңбек.kz, egov.kz, NOBD, одан кейін ARM.ONRK барлық сайтқа кіріп қолдана аласыз. NCLR-ді орнату ешқандай да қиындық тудырмайды. Уақытымен обновить деген батырмасын басып, обновить етіп отырсаңыз болды, сіздің компьютеріңізде жұмыс жасап тұра береді. NCLR-ға қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар.